Ассалаумағалейкум, ардақты өнер сүйер ағайын. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің қорында сақталған жәдігер домбыраларымыз туралы бағдарламаның 3-ші бөлімін бастаймыз. Бұл бағдарламамызда осы заманғы домбыралардың жетілген түрін барлыққа келіп жасап жатқан шеберлеріміз туралы, олардың еңбектері туралы, яғни осы заманғы жетілген домбыралардың ерекшеліктері туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, аспап жасаушы, домбыра жасаушы шебер ағамыз Сұлтан Мұсаев. Бағдарламаны жүргізуші мен Ардаби Мәулетұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық музейі Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері. Сондай-ақ ұлттық музейдің қор сақтау бөлімінің қызметкері Балжан Сыдықова қыздарыңыз. Сұлтан аға, ұлттық музейге қош келдіңіз. Мінеки енді алдымызда тұрған домбыралар талай тұнып жатқан, тарихтан сыр шертіп жатқан киелі дүниелер, өзіңіз білесіз. Енді бұдан бұрынғы бағдарламаларда ескі домбыралар туралы, одан кейін академик Ахмет Жұбановтың заманында бір жүйеге келтірген домбыралар туралы айттық. Енді осы заманғы өздеріңіз практика жүзінде өтіп жатқан, жасап жатқан домбыраларыңыз туралы еркін әңгіме қозғай отырсаңыз аға. Мынау Ахмет Жұбановтың жасаған пішінімен жасалған екі домбыралар туралы айтып өттік. Сол домбыралар қазіргі осы уақытқа дейін шеберлер сол пішінімен жасап келетір. Иә. Бұл енді шеберлердің өзі мысалға әр өзінің мектебі бар. Өздерінің жаңағы шәкірттері бар, дайындап жатқан. Мына 1992 жылы мынау егемендік алғаннан кейін Қазақстан бірінші жаңағы құрылтайы болып өтті, конгресс, бүкіл қазақтың басқасы. Сол кезде Мырзатай Жолдасбеков бастаған жастар одағы бар, Иманғали Тасмағанбетов, Қырымбек Көшербаев, солар барлығы осы ең бірінші сол құрылтайда үкілі домбыра байқауын өткізді, республикалық. Иман қоры өзі ашылды, Өтеген Келебаев дейтін азамат марқұм. Сол кісілер бәрі қосып ашқан болатын. Сонда ең бір Қазақстанның небір түкпір-түкпірден шеберлердің бәрі басы қосылды сол кезде. Сол кезде бір 500-ге жоқ домбыра болды. Әрқайсы біз марқұм Жақсылық екеуміз де қатыстық. Сол байқауға. Сол кезде біз ең бірінші жасаған жұмыстарымызды сол неге салып, мәселе жаңа орын алуды емес. Домбыралардың несін көріп, тәжірибе алмасу деген сияқты. Соған қатысып көрдік қой, бағымыздан. Сонда небір домбыралар келді. Небір шеберлер келді, сол кезде танып, сол кезде көп шеберлеріміз үйде таныстық енді. Ауылдан келді. Әрқайсы 8 домбырадан, 10 домбырадан әкеп етті. Негізі 2 домбырадан, 3 домбырадан өткізу керек болды. Шарт бойынша. Соған қатыстық. Сол кезде домбыралардың барлық формасы жаңағы осындай форма жасаған, бірақ қалақ домбырада болды. Қалақ домбыраның өзі де сырдың домбырасы формасы бөлек жасалынған күйге шертпе. Содан кейін Жорж ханның домбырасы келді. Доңыздың формасымен жасалынған. Гитара сияқты. Жорж ханның дәуірінде домбыра. Сондай формамен де келді ғой. Кәдімгі гитара сияқты өз формасы. Кәдімгі сабы, кәдімгі домбыра жасап алып келген. Небір домбыраларда жаңа көрдік сол кезде. Енді қара, бұл домбыралардың жаңа сол кезде біз байқауда жаңа марқұм Жақсылық бас жүлде алды. Мен жүлделі орын алдым. Содан кейін Мұса Әділов дейтін шебер ағамыз бар. Сол жаңа ғылыми зерттеу шеберханасында бірге қызмет жасағанбыз. Ол кісі енді консерваториядан Қобыздан бітірген. Ол өзі Қазақстанда ең бір скрипка жасаған кісі. Оның өзінің мектебі бөлек. Біз мысалы қалыпқа салып майыстырып жасасақ, о кісі ағаштың өзінен қалып жасаған. Соған үстіне жабыстырып
бет қақпағын, мұсаға, шанағын бөлек жасайды. мұсаға ғой. Мұсаға. Соған соң сабын қосатын бөлек. Ал енді біздің жасап жатқан неміз, ол сразу сабын мен шанағын артындағы несін бірге байлап келелеп кетеміз. Бұл жерде домбыраны жасағанда екі түрмен, біреу шауып жасайды, соң құрап жасайды. Ертеректе де солай жасалынған қарттар. Күннің көзіне ыстық суға салып, күннің көзіне бүренеге байлап қоятын формасын сөйтіп қойып жасайтын. Бұл жерде қазір электрик пеш бар, пешке қыздырып отырып, буға сулап отырып, сөйтіп майыстырады, қалыпқа салып, сөйтіп жасайды. Енді әр шебердің өзінің мектебі бар, бөлек-бөлек. Айтып отырмын, біз жақсылық екеміз марқұм. Тарқатып айтып кетсеңіз, мұсағадан кейінгі замандастарыңыз шеберлер. Сол мұсаға, сол консерваторияның несінде жасадық, ол кісі өзі мектебі ағаштың несін қалып жасап, бөрене қысап домалақ, соған салып, өзі құрап жасайды, несін бөлек жасайды. Одан кейінгі жолаушы Тұрдығұлов дейтін азамат бар. Ағамыз бар. Ол да керемет шебер, шебер шәкірттері бар өзі. Мынау кәсіби университетінде оқу, сояқтан не алған, тәлімнің ағаш шебер деген. Енді домбыра жасау шеберлігі өзі өлең айтып ән тартады. Негізі домбыра жасаған адам домбыра тарта білу керек. Дұрыс айтасыз. Сонымен өзінің жаңа келтіретін келтіріп отыр. Онда жаңа өлең айтып өзі тартатын өнері бар. Соң ағаштан түйін түйеді өзі. Өзі жаңағы шебер. Небір шәкірттері бар дайындап отқан. Бірақ оның өзінің мектебі. Өзінше бөлек мектеп. Дұрыс айтасыз. Оның формасы сәл жаңа Романенконың несіне келеді. Камерный қылып жасайды. Себебі деген Романенконың домбыраларын көбісі камерный ғой. Оркестрден алғаннан кейін сөйтіп жасалынған. Сондай формада жасайды. Одан кейінгі жаңағы тағы да шебер. Енді Ғинолла Смағұлов дейтін шебер бар, баяғыда оркестрде жұмыс жасайтын ол кісі. Ол кісінің домбыралары деген Қаршы Ахмедияров, сол кісілер ойнап отыр. Бергі уақытқа дейін келді ол кісінің домбыралары. Ғинолла ағамыздың. Ол кісілер енді ертелікте жасап жатқан шеберлердің бірі ағаларымыз. Одан кейін бергі уақытта тағы да көптеген шеберлер бар. Марқұм Жақсылық аға туралы бұрамыз. Енді Жақсылық Оспанов туралы екеуміз енді үзеңгілес, тәжірибес бір жағынан туыстық жақындығымыз бар. Ол өзі негізі суретші. Суреттің несін мамандығын бітірген. Енді ол әр жақты болған кісі. Оның жаңағы жасаған жұмыстары, тиянақы УМР-де жасап жүріп, сол жерде тұрған бүкіл ағаштарды олар рельске салады. Сол ағаштардың барлығын өз ақшасына сатып алып, қиынбай. Соның жасаған домбыралар, шауып жасаған домбыралар бар. Мысалға мына домбыраның өзі сол жаңағы Жақсылық ағамыздың бір бөренеден шауып, басынан бастап шанаққа дейін. Басынан шағына бүтеу шапқан, бүтеу шауып шыққан. Соның бетіне бет қақпақ жабыстырған. Соңғы ол құрап жасады ағаштан. Ол жерде жаңағы УМР дейтін, УМР-2 управление механической работы дейді. Жаңағы стройкада крандар ғой, соның астына рельске осындай бүренелерді салады. Шпалер етіп. Темір жолдың тағанына да салады ғой. Ол енді майланғандар ғой. Ана кейін майланбай тұрып кесіп дайындап қойды. Сол кезде алып алған ол сүреден барлығы. Ол жерде не бір жаңағы жақсы құнды ағаштар да болды. Қызыл ағашта, ол кезде Союздың кезі ғой енді. Кеңес одағының кезі не бір ағаштар жіберіп аттын. Сол ағаштардың бәрін сол жерден таңдап, өз домбыраны осы шауып, соңғы құрап жасады. Ал енді мен... Жақсылық ағамыз. Енді қазір Жақсылық аға енді иманды болсын, марқұм болып кетті ғой енді. Ол кісінің де домбыралары осы қазақтың майталман күйші әншілерінің қолында жүр ғой әлімге дейін. Ойнап жүр. Міне көзі болып ұлттық музейде мінекей сақталып тұр. Өзіңіз де үлкен шеберсіз аға. Екеуміздің тәжірибеміз бірге жұмыс жасадық. Мен өзім сол ғылыми зерттеу оқып жүріп, ғылыми зерттеу шеберханасына кезінде мен жаңа консерваторияның фонотека дегені бар. Музыка аспаптар жасайтын, тыңдайтын музыка
күйлерді, пластинкалар жаңағы сол жерде оқып жүрген кезде бізде ғылыми зерттеу шеберханасында не бар? Шеберхана, склад бар. Складтың ішінде жаңа бір 10 шақты шебер бар, солардың жасаған домбыралары соның ішінде сақталады. Сол жерден барып біз прокатқа домбыра аламыз. Мысалы, 1 жылға аламыз ойнау үшін. Кітап сияқты. Сол ойнап, сол кезде мен барғанда домбыра таңдадым ғой, сол кезде қарап отырсам, небір домбыралар тұр енді, жаңа ғой енді, жаңа шеберлерін жасаған. Соң шет жағына барып қарасам, Романенконың бір домбырасы тұр екен. Мойының барлығы кеткен, шегі жоқ, артында сынығы бар. Мен айттым, мына домбыраны алайыншы. Бұл ойнауға келмейді ғой. Жоқ, мен мына домбыраны неғып қараймын өзім. Сөйтіп, жаңа фонотекада отырып, кешке қарай музыка жүріп, сол домбыраны жөндеп отырдым. Жаңа нелерін келтіріп табысам еді. Жаңа кім келе қалды? Марқұм Сейілхан кім? Мерекеде Құсайынов ағамыз. Сейілхан Құсайынов ағамыз. Ай, сен не істеп отырсың деп, Романеконың домбырасын не қып ұстап отырсың? Ағам, мен өзім ойнау үшін алып едім. Соны жөндеп отырмын, пенделерін байлап. Сен не шеберсің? Жоқ, мен шебер емес, бірақ енді өзіме ыңғайлы жасап отырмын дедім де. Басқа домбыралар бар, неге алмайсың? Маған дыбыс ұнаған жоқ. Мынаны кішкене дыбыстар келеді дедім де ойнауға. Жақсы, онда сен былай істейік. Сен біздің неге шеберханаға шәкірт болып келесің деді. Оған мен алмайды ғой ешкім дедім. Соң жаңа ол кезде Ғайза Жұбанова апайымыз ректор болып тұрған кезі ғой. Сол кісіге алып барды. Мына жігітті бізге эксперименталды мастерскойға шәкірт ретінде алуымыз керек. Bir жағынан домбырашы, бір жағынан жаңа үйренеді. Сөйтіп сол жерде 6 ай жүріп сол жерден үйреніп жасап домбыраны. Сол кезеңнен бастап өзіңіздің шеберлік жолыңызды содан бастап кетті шебер. Сол жерден үйреніп, сол кезде жаңа домбыралардың формалары жаңа кімнің Ахмет Жұбановтың несімен жасалған үлгілері мысалы. Енді ана қазіргі таңда енді сізбен замандас қойған Азат ағамыз бар. Айт Мұхаммед. Олар енді жаңа Азаттың өзінің ағамыз бар. Азаттың да өзінің мектебі. Ол да ол кезінде сувенирный фабрикада қызмет жасап, ол да ағаш шебері ғой. Жасады, бері қарай жаңа байқауларға қатысты, өте таза жасайды. Бірақ кішкене дыбыстарға, енді бұл адам домбыра шерте білмегеннен кейін көп жаңа домбыраның әшекейіне көп несі көңіл салып кетеді. Бірақ енді домбыра жасап, кейіннен енді байқауларға қатысып кішкене өсті. Қазір жақсы домбыралар шығып жатыр. Нарбек ағамыздан. Нарбек те жақсы шебер. Ол да жаңа оқу бітірген, нені бітірген. Оның домбыстары ол кезінде анау Ырысбай Ғабдиевтің қолында жүрді домбырасы. Ол анау Атырауда өткен қай жылдар 2008 жыл ма екен? 2008 болар. Жоқ. 1998 жыл бар Атырауда өткен байқауда. Сонда бас жүлде алды. Республикалық неде. Сол кезде жаңа домбырасын Ырысбай Ғабдиев беріп кетті, марқұм. Ол кісі шанағын енді сол жаңағы кім, ол да форма жаңағы Ахмет Жұбановтың есімімен жасалған. Ескізімен жасалған домбыралар. Ол қалақ домбыралары да бар мынандай сүйірленіп жасалған. Қазір неде жасап жүр Алматыда шеберлер. Одан кейін тағы кімдей бар? Айт Мұхаммед ол енді жаңа кімнің шәкірті ғой. Жолаш ағамыздың. Сол өздері бір мектеп. Ол қазір бөлісі. Одан кейін қазір Елдос дейтін кімдердің шәкірттері шығып жатыр. Менің де шәкірттерім бар, оларды жасап жатыр қазір. Бұл енді қазір жастар мектеп қой. Әр түрлі біреулер жаңа қақпағын өрнек салып барып салады, біреулер сразу қақпаққа салып, стройын келтіріп жасау керек те домбыраның енді. Мынау өзі инемен құдық қазған бірде. Мысалы, әйел адам 9 ай бала көтеретін болса, бізде домбыраның ағаштарын баптаймыз. Оны баптап, оны жасап, жаңа бүкіл несіне бабына келгеннен стройына келеді. Оны бақа дүниеге келгенше бір талай жұмыстар жасап. Менің бір байқағаным аға. Енді қазір енді домбыраны қызықпайтын, алғысы келмейтін қазақ жоқ қой енді. Көбі жаңағы бірінші мен мысалға $1000 домбыра алуым керек деген түсінікпен ойлайды да, $1000 жұмсасам жақсы домбыра аламын дейді. Менің байқағаным мына домбыраның қасиеті, сіз шеберсіз ғой, білесіз. Сіз $1000 заказ алып
мен мына ағашты қоясыз да алдыңызға, мен мынадан $1000 домбыра шығарам деген ниет болатын шығар, жасайсыз, бірақ ол жасалып шығып, пернес тағылып, шегін тағып, тиегін қойып, шерткеннен кейін барып қойылады екен ғой баға. Иә, ол анау жасаған жұмысын ол жаңа алдын ала айта алмайсың. Айта алмайды екен. Былай деп. Осындайда жасайсыз бір ретінде, бірақ жасап шыққаннан кейін дыбысы қалай болады оның? Сонан кейін барып баға қойды. Бұл ағаштың өзінің текстурасын біле білу керек та. Әр ағаштың өзінің жаңа тербенісі бар. Мысалға, үйеңкі дейтін ағаш, музыкальный ағаш қой, скрипка жасайтын итальянский клёндар болды, кезінде скрипка жасап, жаңа романенкілердің жасаған инструменттердің ағаштары мысалға. Одан карпатский клёндар бар. Жаңа өзінің ағаштың құндылығына байланысты. Соның кейін дыбыстың шуына байланысты, оның барлығы жаңа акустика. Соның барлығы дыбыстың бет қақпақ пен шанақтың екеуінің бір-біріне екеуі келуге, нүктесі бір нүктеге келтіріп. Жалпы айтқанда жаңа жасап болып, шегіңізді тағып, қағып, тартып барып сөнінген қоясыз ғой бағасын. Ол сөнінген домбыраның өзінің бір несінде 60-тан аса элементтері бар. Соның бәріне көңіл бөлу керек та. Кейбір шеберлер жаңағы домбыра жасап шығарды ма, тартады, ойнап шықты, болды, домбыра дайын, қоя салады. А бірақ оны түпкі ойнап, кәсіби домбырашы ойнаған кезде кемшіліктер көбейеді. Домбырасында шырыл болып кетуі мүмкін. А сол үшін домбырада ең біріншіне домбыраның бірінші дыбысы. Одан кейін сазы, одан кейін бар дыбыстың тазалығы. Жан сауыз дегеннен кейін. Аға мынау оған көңіл бөліп жасайтын домбыралар ғой. Осы заманғы домбыралар туралы айтып жатырмыз ғой, мына ұлттық музейдің қорында. Осы заманғы үлгіде жасалған 1-2 домбыра тұр үш жерде. Құдай қаласа, өзіңізде бір домбыра берем деп отырсыз алдағы уақытта. Бұйыртса енді мына музейге бір кішкене қорға. Иә, сізден де сақталу керек қой, болашақ ұрпақ көру керек, қолтаңбаңыз қалу керек дегенде, иә. Енді мына бір домбыра, бұл ескілеу домбыра екен енді, бірақ осы заманғы үлгімен. Сосын мына Жақсылық Оспанов ағамыздың бір домбырасы тұр. Сөз кезегін қазір мына қор сақтаушы Балжан қызыңызға берейік, қарындасыңызға. Жалпы үш жердегі мына екі домбыра туралы айта кетіп, өзінің бір айтатын ойы бар шығар. Осындай дүниелер сақталып жатыр, болашақта және сақталу керек. Мен айта кетейін деймін, мына домбыраның формасы осы жасалған шебер. Мынау консерваторияның жанында ашылған ғылыми зерттеу шеберханадан шыққан домбыра мына. Өзі түрінен көрініп тұрмын. Қашан, қай уақытта түскен екен, Балжан бір информация. Соны айтып өтсеңіз. Бұл домбыра генерал Асқаровқа тиесілі. Күйші. Қазақтың ұлы күйшісі генерал Асқаров ағамызға тиесілі болған. Ұстаған домбыра ғой, өзі жеке қолданған 20 ғасырдың 70-80 жылдары аралығы мерзімі сол уақытқа деп беріледі. Бұл домбыраны 2016 жылы ұлттық музейге сый тарту акциясы аясында қызы Табиғат Асқарова әпкеміз әкеліп тапсырған екен. Мынау негізі сол неде шеберхана жасаған шеберлердің домбырасы. Өйткені ол кісі жаңағы көрініп отыр мына 9 неден жасалынған, шанақтан 9 құрақтан құрап жасалынған домбыра. Кішкене мына несін қосқан. Енді мына бір домбыра өзінің қолдан жасаған домбырасы ғой. Бұл Жақсылық Оспанов ағамыздың, шебер Жақсылық Оспанов ағамыздың домбырасы. 2008 жылы бұл президент мәдени орталығына келіп түскен домбыра екен. 2014 жылда бұл Қазақстан Республикасының ұлттық музей қорына келіп түскен домбыра екен. Керемет. Президент мәдени орталығы. Бұл көріп отырсыз ғой, мынау шабылған домбыра болатын болса, мынау құралып жасалынған домбыра. Екі технологияны көріп отыр, ойнап. Домбырасы жақсы. Тұрғаннан құлағы кішкене ауытқып тұр ғой. Керемет. Бөлек, генерал ағамыздың өзі де былықтады ғой домбыраны. Кәдімгі. Дыбыс керемет. Күйлерін қалай тартқан. Сұлтан аға, сізден сұрайын дегенім осы домбыраларды. Сіз көріп отырсыз, барлық домбыралар қазір қордың
біздің қорымызда сақталған домбыралар, мына домбыралардың сақталуына қандай баға беруші едіңіз өзіңіз шебер ретінде осы домбыраны? Бір ескертулеріңіз бар ма? Қалай сақтауымыз тағы да мүмкін жақсы бір тағы кеңес айтарсыз. Ұсыныс айтарсыз. Өйткені біз қор сақтаушылар үшін ең басты міндет біз болашақ ұрпаққа аманат етіп жеткізуіміз керек амандықта. Мынау ағаштардың түрі болады, әртүрлі. Біреулер жаңа ылғалды қаламайды, біреулер жылыны жақсы көреді ағаштар. Мысалға қайың деген ағаш мысалға нені ылғалды қаламайды, сындып кетеді. Табиғи, табиғи, дыбысы да өзгеріп кетеді жаңағы. Оның ішінде қатты ағаштар бар, породистый жаңағы благородный ағаштар дейді жаңағы. Ол жаңа қызыл ағаш, клен сияқты жаңа хвойный ағаштар мысалы. Мына хвойный ағаштар мына бет қақпағыдай шырша болмаса жаңа қарағайлар. Бұларға бір қалыпты температура өзі. Сондай қатты ыстық емес, жылы, кәдімгі плюс. Енді плюс дейтіндей негізі бұны өзі қорапта сақтаған дұрыс та. Әр жерде мынандай кішкене леп беріп тұратын ағаштың несі, кеуіп тұратын. Мына қатты кептіріп жібермейді. Қор сақтау жағы ұлттық музейде қалай сіздерде қандай технология? Бізде қазір қор сақтау бөлімдері, ұлттық музейдің қор сақтау бөлімі басқа музейлерден ерекшелігі бар. Ол жерде заманауи технологиялар орнатылған, яғни желдеткіштер заманауи. Корея мемлекеті заказбен алдыртқан. Яғни бұл домбыралардың барлығы, ол жүйелердің басты міндеті осы домбыралардың жаңағыдай температуралық, өзіңіз айтқан температуралық режимді сақтап тұрады және ылғалдылықты бір қалыпта сақтап тұру. Яғни ол көтеріп кетпеу керек, азайып кетпеу керек. Жаңағы ағаштарды айтып нені қайың деген ылғалды жақсы көрмейді. Сол үшін оған бір қалыпты жаңа жылы не болса, мүмкін өзінің дыбысын ұстап тұрады өзінің. 18 градуста 45%, 45 пен 50% ылғалдылық осылай ұстап отырамыз. Содан кейін мынау домбыра шеберлері көбісіне скрипка жасағанда грунт бар. Грунт салады, грунт жағады. Бұл бет қақпаққа жаңа температура ыстық болсын, жаңа ылғал болсын, кірмес үшін, өткізбес үшін. Грунт специально жағады музыканың аспаптарда, шанақты болсын. Бұл ескі домбыраларда жоқ қой бірақ ондай? Ескі домбыраларда кейде анау көне Маңғыстаудың домбыраларын алатын болсақ, мынау ненің бар ғой, қызыл балықтың желімі бар ішінде. Ішінде икра бар, соны кептіреді да, соны жағады ішіне. Ол жібермейді. Ұстап тұрады да бір нені кілей. Ылғалды ұстап тұрады. Ылғалды жібермейді, жаңа кілей ғой енді ағаш. Бірақ ағаш ішіндегі нелері, жіктері ажырамайды да. Ол кілейдің бір несі, құдіреттілігі. Кілейлеген жер сынбайды ғой, басқа жерден сынып кетпесе. Ұстау керек. Соны табиғи жаңа қызыл балықтың несін. Біз қарайған домбыран сол қызыл балықтан осетр дейді. Соның ішіндегі жаңа желімнен кілейлеген біздің. Рахмет, өте бір жақсы әңгімелер айтып жатсыз. Ұрпаққа тағы бір қалыпты температура керек. Енді бір сізге бір сұрақ аға, енді мына қазіргі таңда жастар қаулап өсіп келе жатыр ғой, аттарыңыздан домбыра жасау шәкірттеріңіз бар. Жаңа өзіңіз айтып өткен замандастарыңыздың әрқайсысында жоқ дегенде 5-тен 10-нан шәкірт бар, Құдайға шүкір. Енді осы қазақтың ескі домбыра жасау тәсілінде мына қарапайым халық біле бермейді, өйткені көрінбейді ғой. Бірақ бет тақтайдың астында екі кергі деп қояды, бел ағаш дейді. Бел ағаш қоя. Сондай екі ағаш қоятын жерден. Жіңішке. Сол енді қазіргі таңда қоймайда жасайтын бір технология болды. Жасалып жүр қазір. Екі бағытта қояды, қоймайды. Сіз қоясыз, басқа шеберлер қоймайды дегендей. Осының ерекшелік туралы. Ал енді бұл домбыра, бұрынғы домбыралар қазақтың жасалып, ол уақыт өте жаңағы кебе келе, бел ағаштар орнығып отыра келе, уақыт өткен сайын шешен болады домбыра, сөйлейтін. Қазіргі домбыралар бел ағаш жоқ, уақыт өте келе дыбысын жоғалады деген әңгімелерді айтылады. Осыған бір кәсіби шебер ретінде бір баға бере кетсеңіз аға. Дұрыс қой, анау егер домбыраның көлемі ертеректе жаңа жасаған өздерінің ыңғайына қарап жасаған ғой, енді көлемі аттың үстіне сал сердер ойнап. Оларға енді көп белдіктің қажеті жоқ.
Иә, белағаш. Абайдың домбыралары сияқты кішкентай. Иә. Енді белағаш ол қай аспапқа болса да керек. Себебі белағаш мысалға мынау шек қой, екі шек. Ол екі шек ойнаған кезде текке келеді. Дыбыс. Мысалға мен қазір текті көтеріп тұрсам, ойнашы, дыбыс шыға ма? Иә, шықпайды. Мынаны салған кезде шығады. Дұрыс па? Сол себепті мынау бет қақпақта тербеніс, дыбыс осылай жүреді. Мына өзінің радиальный сызықтары болады. Дыбыс жүреді. Иә, дыбыс жүреді. Жолы. Иә. Сол дыбыс жүрген мына жерде екі белдік бар. Иә. Сол дыбыс белдікке барады да, белдікте мына шанаққа кіреді. Иә. Шанақтан алады да, соң кейін дыбысты сыртқа. Иә. Дыбыс сыртқа қарай шығарып жібереді. Ал егер белдік жоқ болса, ол белдік жоқ болған кезде, ол бет қақпақпен шетпен келеді. Шетпен келгенге дыбыс ұшалмай қалады. Іште қалып қалуы мүмкін. Жалпы керек қой. Белдік керек. Соның кейін даже скрипканың өзінде мына ортасында тірегіш бар. Душка дейді. Сол темір струн тартқан кезде ол корпусқа береді. Корпустан алып лақтырады. Ол тектің қасында тұрған нәрсе душка. Сол үшін салынады. Гитараның өзінде де мысалы қарайған нелері бар. Белағаштар бар. Гитараның өзінде жаңа неше түрлі жазады. Қай аспап болсын жаңа соның ішіне белдік салынады. Ал енді ол енді жаңа кім көбір шеберлер өздерінің мектебі шығар енді ол жасайды, бірақ енді камерный дыбыс шығады содан. Ертеректе жаңа кімдер жаңа московский жаңа шеберлердің өздерінде жаңа домбыралардың ішінде Осакаровтың домбыралары бәрінде белдік бар салынған. Белағаштар бар. Міне рахмет аға. Мына домбыралар енді жаңағы айтып өттік, Жақсылық ағамыздың домбырасы дыбысы да бөлеген. Мынау басынан шанағына дейін бітеу шабылған дедіңіз ғой. Иә, бүкіл ағаштан өзі шауып алып жүрсіз. Өзінің формасына лайық шығып тұр да дыбыс. Енді жаңағы сүйірленіп жасаған ғой домбыраны, көрдіңіз бе? Перне, мынау перненің өзі сол қазіргі қалыптасқан 19 перне, иә. 19 пернемен жасалған, иә. Бұл мені жаңағы шығарма, күй сандықпен ойнайтын күйге, әншіге, жыршыға, термешіге келеді. Күйге келген домбыра бәріне барады ғой. Кәсіби домбырашыларға. Құдай қуат берсін. Қазақтың руханият үшін, ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық аспаптарымыз үшін енді бір өмір осы дүниелерге қызмет етіп келе жатқан үлкен азаматсыз. Құрметті өнерсүйер ағайын, біз Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің қорында сақталған жәдігер домбыралар туралы бағдарламамыздың 3-ші бөлімін аяқтаймыз. Бағдарламаның қонағы бұдан бұрынғы бағдарламамызға қатысып, бүгінгі бағдарламамызға қатысып, өзінің жүрек жарды лебізімен, осы қасиетті аспаптарымыздың өткенімен, бүгінімен бөлісіп отырған Қазақстанның еңбек сіңірген, Қазақстанның мәдениет қайраткері, белгілі аспап жасаушы шебер Сұлтан Мұсайып ағамыз. Ұлттық музейдің қор сақтау бөлімінің қызметкері Балжан Сыдықова қыздарыңыз, бағдарламаны жүргізіп отырған мен Ардаби Мәулетұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық музейі Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкерімін. Сұлтан аға, алтын уақытыңызды қиып, үлкен басыңызды иіп, біздің ұлттық музей қорында сақталған осы бір қасиетті аспаптарымыздың тарихын,
қасиетін, жасалу ерекшеліктерін, дыбысын халқымызға, көрермендерге бөлісіп отырған ісіңізге Алла берекет берсін. Келесі бағдарламаларда кезіккенше аман, саулықта болайық аға.